Жалпы біз физика курсын бастайтын болғамыз. Осы физика курсын бастау үшін біз, яғни аналитика курсынан бастаймыз. Жалпы тәжірибе дегеніміз не? Әрбір физикалық құбылыс, сонымен қатар әрбір жалпы физикалық құбылысты зерттеу барысында біз тәжірибелер жүргіземіз. Осы тәжірибелер нәтижесінде ғалымдар гипотезаны құрастырады. Осы гипотезаны айқындау үшін және оның дұрыстығын тексеру үшін басқа ғалымдар басқа да тәжірибелер қолданады және оларды жүргізеді. Жалпы осының бәрінің нәтижесінде бізде физика атты үлкен ғылым пайда болады. Осы үлкен курсқа қадам баспас бұрын біз, яғни қателіктер теориясына жүгінуіміз керек. Жалпы әрбір адамда өзіндік бір субъективті ойы болады. Бірақ осы субъективтілік ешқандай да объективті фактілерді немесе бүкіл әлем қолданатын және де басқа да фактілерді осы субъективті ой ешқалай да дәлелдемейді. Сондықтан да физика ғылымында біз объективтілікті көрсету үшін белгілі бір шамалар енгіземіз. Осы шамалар жалпы түрде физикалық шамалар болып аталады. Физикалық шамалар. Жалпы осы шамалар математикамен тығыз байланысты болып келеді. Бір мысалды қарастырып көрейік. Мәселен, Павлодар қаласынан және де Шымкент қаласынан адамдар Африкаға келді. Мәселен, Шымкент қаласынан осы Африка елінде олар үшін өте жылы болып келеді. Жалпы осы павлодарлықтар үшін бұл мүлдем басқа информация мен ақпаратты көрсетеді. Бұл дұрыс емес. Мен айтып кеткендей, бұл субъективтіліктің белгісі болып табылады. Осыны біз, яғни болдырмас үшін, біз жылулық атты эталонды және терминді қолдануымыз жөн. Жалпы кез келген шамаларды енгізуге болмайды. Демек, бізге белгілі бір физикалық шамалар керек болса, онда ол шама негізінен біздің өмірімізде қолдану керек. Мәселен, егер біз белгілі бір үстелді аламыз, осындай үстелдің ұзындығы, ені және әртүрлі өлшемдері болады. Осы өлшемдердің біздің пәтерімізге немесе үйімізге сию қабілетін білу керек. Сондықтан да кезінде, ерекше айтып кеткенде қазақ халқында әртүрлі физикалық шамалардан бұрын қолмен немесе қағыспен санап отыратын. Мысалы, үстелдің осы бірінші ені, яғни мысалы 2,5 қағыс дейік. Ені 2,5 қағыс. Ал ұзындығы 5 қағыс. Осы өлшемдерді қолдана отырып, біз осы үстелдің қаншалықты үлкен екенін немесе қаншалықты кішкентай екенін біле аламыз. Яғни осы ұзындық, ен немесе әртүрлі фигуралардың өлшемдері бізге белгілі бір физикалық шаманың бізге маңызды екенін көрсетеді. Ол шаманың есімі бізге математика курстарынан немесе физикалық курстардан танымал, яғни ол метр физикалық шамасы болып табылады. Жалпы метр шыққаннан бұрын көптеген әртүрлі өлшемдерді көптеген әртүрлі математикалық немесе физикалық шамалар болған. Мәселен, Англияның королінің
Англия королінің аяғының өлшемі кезінде осы Англия елінде фут деген қазіргі кезде қолданып жатқан, бірақ си жүйесіне енбеген физикалық шаманы көрсетеді. Бірақ бізге осы физикалық шаманы сақтайтын бір зат болу керек. Яғни жаңа мен айтып кеткенде Англия королінің аяғы ол бізде белгілі бір қоржын немесе белгілі бір қазына болып табылады. Ол қазына ешқашанда жоғалмау керек, және де мүлдем шексіз уақыт ішінде ешқандай физикалық, физиологиялық немесе механикалық өзгерістерге түспеу керек. Яғни бұл қоржынның аты былайша айтқанда эталон болып табылады. Эталон. Бұл терминнің мағынасы эталон, ол физикалық шаманы сақтайтын, белгілі бір шексіз уақыт ішінде ешқандай өзгеріске енбейтін зат немесе материяның бір материал болып табылады. Яғни эталон ешқандай өзгеріске енбеу кезінде енбеуінің кесірінен бізге ондай шексіз заттар өмірде жоқ екені бізге мәлім болып табылады. Яғни өмірде ештеңе шексіз емес. Тіпті әртүрлі, мысалы, мынау тақтада белгілі бір уақыт ішінде жойылып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да біздің эталон әртүрлі өзгерістерге сақадай сай болып, бір өзінің өлшемінде тұру керек. Сондықтан да физикада осы жаңа біз айтып кеткен метр шамасының эталоны ретінде атомдар қолданылады. Себебі атомның суб бөлшектері ешқандай өзгерістерге ұшырамай, мысалы протон, электрондар әртүрлі атомдарда, әртүрлі бөлшектерде бірдей болып табылады. Сондықтан да атомдарды қолдану бізге үлкен бір септік және үлкен бір көмек болып табылды. Жалпы мысал ретінде метрдің эталонын көрсетуге болады. Яғни метрдің эталоны қазіргі кезде криптон 86 атомның 86 атомның толқын ұзындығының 1.605.500 шамасындағы еселігі болып табылады. Осылайша бірінші рет қазіргі кезде, яғни қазіргі кезде метрдің эталонын тапты. Ал кезінде негізінен метрдің негізгі эталоны болып француз революциясы кезінде, яғни меридианның бір бөлінген 40 миллион шамасын алып метр деп айтқан. Ал бұл жердің айналуы немесе жердің серіктердің айналуының әсерінен өзгеріске ұшырайтын шама болғандықтан оны нақты бір эталон деп атауға болмас еді. Сондықтан да қазіргі кезде бізге негізгі физикалық шамалардың эталондары болып атомдар және суб бөлшектер болып табылады. Сізге өте үлкен рахмет және алғыс айтып жатырмыз. Яғни осы болашақ апталарда әртүрлі физика, химия, география немесе басқа да сабақтар бойынша әртүрлі видео сабақтар жүргізілетініне сенімдіміз. Сонымен қатар қазақша ғана емес, ағылшынша да, тіпті кейбір кезде де орыс тілінен де, кейбір яғни қулықтар мен кейбір көмекші ресурстарды біз сізге беруге әбден ұмтыламыз. Көп рахмет. Көп рахмет. Повстречались мы случайно в переулках лета, и гулять готовы от заката до рассвета. И, наверное, никогда не будет круче этих дней. Рядом верные друзья, и это все, что нужно.
Ничего нет в мире лучше, чем простая дружба. Нет сомнений, вместе проще и всегда веселей. И не скрывай от друга беды свои, мы все поймем, ты лишь скажи